немересін барлығын зынданға лақтырған екен. Ой, Иә. ол біздің елімізде жоқ шығар. Уф, аман болатын болдым ғой. Ол ма? Сол заманның батырларын айтсайшы. Ол кездің батырлары иықтары қақпақтай, жауырындары топақтай, осынау еркектер болған. Сөйте тұра олар романтик болған. Енді қазіргі кезде аюдың ойыншықтары болмаған жұмсап. Ол кезде кәдімгі тіріле аюда барып беретін болған. Ана қыз да қорықпайды ғой. Маған әкелдің ба деп қолтығына қыспай видео кете береді болған. Араларыңда Жанболат деген бала бар ма? Мен Зынданнан қашып кетсің ғой. Қармақшы романсы тарих маусымында. Құрметті көрермендер, күліп отырыңыздар. Өйткені күлкі адам өмірін ұзартады. Жалпы күлкінің түрі өте көп. Мысалы үшін ұялып күлетін адамдар бар. Жынданып күлетін адамдар бар. Күлкілі күлкілер бар. Әндетіп күлетін адамдар да бар. Және де аз қалалық көрермендеріміздің күлкі аралас шапалақтары бар әрине. Құрметті достар, қазір жұлдыз болу оңай. Бір афиша, бір бейнеролик. Кезінде қалай болған екен? Сонымен 17 ғасыр көшеде. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Ақан серінің жаңа шоу бағдарламасы барлықтарыңызды шақырамыз. Кеш қонақтары Тәттімбет, Біржансал, Алтынбек Тәшінбетов. Концерт 3 форматында өтеді. Кеш жүргізушілері Алдар Көсе мен Қожанасыр. Билеттер барлық уәзірлерден сұрап көріңіздер. Құрметті достар, бізде кезектен тыс әзіл. 26 сәуір, 16 сайлау округа. Сонымен сайлау аяқталды. Сайлау бюллетендері саналсын. Әлеке. Шаршадың ба? Шаршасаң былай келсек, сен ана бірінші үміткердің бюллетенін сана, мен екінші, үшінші, төртінші, бесінші үміткерлерді санайын. Өйбен, сен сонда бесақ бюллетен санайсың ба не? Достар, мұндай да болады екен. 9 ұлдың ішінде өскен жалғыз қыз. Иығың жинап жүрсе? Жоқ, кешіріңіз, айып етпеңіз. Кешірмеймін, ал айып етіп қойдым. Жоқ, байқамай қалдым, қарындас. Қарындас? Қарындас дейтін мен балабақшаға ертіп апарып едім. Қарындас, түсінбедім мен. Түсінбейтін мен түрім дәрігердің қолы ма? Жоқ, онда қарындас, мына жерде мен еркек басыммен сізбен ерегісіп тұрмайтын шығармын. Басқа біреудің басы болса ерегіспекшісің ғой сен менімен, иә? Жоқ, қарындас, мен сізді түсінбедім. Түсінбейтін мен түрім дәрігердің қолы ма? Оны жаңа айтып қойдыңыз ғой. Дәрігердің қолын екінші рет оқысын, түсінесің ба не сен? Жоқ, енді кешірім өтінемін, қарындас. Ай, көкелтесің. Сен қалай? Ай, түсінбейсің. Осылай жүре берейікші. Я, қалайсың? Ақсыры, көксыры, бізден сізге кім керек? Қатарда жауынгер, Мұрат Сәрсенбаев керек. Құп болады! Қалай Басек, Мексикаға барып қайттыңыз ба? Жақсы барып қайттық. Қалай күтіп алды? Асты үстімізге түсіп күтіп алды. Ана Мексикан жігіт патриот екен, бардық кездестік. Бір ауыз орысша білмейді. Тек өзінің тілінде сөйледі. Мен де патриоттың ұстап өзінің тілінде сөйледім. Сөйтіп бүкіл Мексикадан орысша білетін адам іздедік. Орысша білетіндер бар ма деп, бізде кейде қазақша білетіндер бар ма деп қаламыз ғой. Сол сияқты ғой. Орысша білетіндер бар ма деп, ешкім білмейді. Не знаем деп жатыр бәрі. Сөйтіп аудармашы алдырдық. Бізді көріп, ол да патриотты ұқыстап, ағылшынша сөйледі. Сөйтіп патриоттар жиналып, бәрі-бірін түсінбей, қайттық
шешіп. Шешілді ма не? Шешілді? А, Сендер мен осы уақытқа дейін бір басеке екен деп. иә. Қанша жыл уақыт болды жұмыс істесіп келатқанымызға. Бір рет моншаға шақырмапсыңдар ғой? Кеше Мексикада жігіттер моншаға барды. 2 рет параға кіріп шықтым. 3-ші кіргенде әскерде салынған суреттер шыға бастады ғой денемнен. Үстім бәрі тарих екен ғой мен. Басеке маған қарызға ақша беріңізші. Не істейсің? Бүгін менің туған күнім. Ой пәлей. Мына жігіттер неғып жүріп тойламай. Өзім ақ банкет жасап берірім. Қайттық қой шешамай. Қашан туған күн? 29 ақпан. Ол 4 жылда бір рет келеді ғой? Жыл сайын тойлай бересің ба? Кімді қуып жүр? Басеке ана Мексикадан алып келген көлігіңіз бар ғой? Жүргізе алмадық біз. Балдар жігіттермен тетіктерін шұқыладық, айдай алмадық. Айдай алмадыңдар ма? Жоқ. Ол кез келген адам айдай бермейді оны. Оны бір айдаса ернар айдар. Жарай ма? Жарайды. Көрші орыс ұлтын ең алғаш рет көрген қазақтар. Что надо? Ну, сөйлейді! Что надо-то? Вообще-то крепость пришли строить. Какая крепость? Ауылда ет жеп болғаннан кейін осындай жағдайлар жиі болады. Әй күләш, ана 2-ші стол жидамдар тез. Қант қоймапсыңдар ғой. Қазір қояды. Жеңге, ана, похода пішін. Похода. Болды ма? Енді болды ма? Сәлима, самаурын қайдар. Ау? Самаурын қайнады. Қазір. Болды, сорпа әкеле беріңдер.